Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен амандаспағалы да біраз болыпты. Кішігірім серуен. Бір жағынан мусор лақтыруға шыққан едік. Қала баяғындай емес екен. Сөздің шыны кішкене тынышталып қалған. Анауды кілең блогер шешетін. Халыққа отчет тапсырып жатыр дейсің. Тоқаевтан да өтіп кетті отчет тапсыру. Аман болыңдар әйтеуір. Кешар құрметті достар, сағат 22:56 болып жатыр екен. Интернет бар, әлі өшкен жоқ, бірақ сөздің шыны интернет бар болған, мен не істерімізді білмей кеттік. Интернетті қалай пайдаланатынын ұмытып қалдық. Да? Жанек мұнда орыстың енуларын қарап жатыр. Мен былайынша ақпараттар. Мен инстаграмға не салатын? Сол, туп етіп жатыр кәдімгідей. Құрметті үкімет, енді қайтып интернетті өшірмеңіздер, шато жайлап тупой болып баратыр. Кішігірім андай белсенді адам екенімізді ұмытып баратыр инстаграмда. Не саларымызды білмей қалдық, сөздің шыны өткені. Не қуанатымызды, не қуанбайтынымызды не саларымызды. Мен де түсіріш деген әңгіме ғой. Аман болыңдар.